Достар, бүгін Сәрназ Аннакулова келген еді. Сеанстан кейін қысқаша пікірін естеміз. Ассалаумағалейкум, әзізлер. Бүгін міне Самамбетов орайына келіп, мен өзім алдындағы көп жұмыс бабында, өзімнің жеке өмірім бабында көп стресслерге, қиыншылықтарға ұшырадым. Өзімде үлкен бір қорқыныш болды, көп ойымның ішінен көп затлар кетпей, өзімнің ішкі сезімлерімменен өзім айқасып, бір қиналып, сондай бір басқа бір сармазға айланып қалдым. Көп адам мені ұрсатуын, үйде де бір жаңағыдай дейді, ашушақ болып, мысалы халық қызметіндегі інсанбыз, халықпенен де сөйлескенде бір уақытлары ашуланып тұрған болсам, ашуымды сол басқа бір адамлардан алып, сондай бір дәрежеде болып қалдым. Қазір өзіме өзім сұрау бердім да, өзім алдым, сол адамлардың күйеуіне тиіп қойсам да, онан да өзім ішімнен қиналып, күйеуіне тиіп қойдым ау деп, өзімді өзім жейтұғын едім. Бұның әммесі үлкен барлығы жиналып, бір менде үлкен бір кеселік деп айтсақ болады да, рухи кеселікке алып келді да. Себебі көп, енді оны өзім сезіне аламын да, өзімдегі затты. Кейіннен мына Инстаграм арқылы со Самамбетов орайын көріп, сол жерге келуді қарар еттім. Һәм мен бұл жерден сондай бір өзіме шипа таптым деп ойлаймын. Көп затлардан айырылып жатырмын. Көп жаман ойлардан, негатив сөздерден, стресслерден, қорқынышлардан, ашушалықтардан әммесінен мен соларменен бір шешімі табылып жатырыпты да менде. Әзір ұйқым тыныш, перзентлерменен жақсы сөйлесіп, ойнап күлемен, көбінше сол перзентлеріме ітібарлы болып жатырмын, көп нәрселерді қысқартып жатырмын, самостоятель болып, өзімменен өзім жұмыс істеуді үйреніп жатырмын. Сондай қазір ішімде мен сөзбенен тәріпілеп, түсіндіріп айта алмаймын. Қазір мен анадан жаңа туылып жатырғандай бір перзент болып жатырмын. Мен Самамбетов орайындағы бәрше қызметкерлерге миннеттаршылығым шексіз, жұмыстарында табыстар болсын. Кім өзінде қандай проблема болса, қандай шешілмей тұрған машқалалар болса, мен сіздердің сол машқалаңызды шешу үшін жәрдем беретұғын орай Самамбетов орайы. Мен рахметлер айтамын. Пікірлер үшін рахмет. Енді Құдай қаласа толық болғаннан кейін және бір өзіңізде өзгерістер неде болса, Құдай қаласа иншаллах және естеміз. Рахмет.